Жалпы депутат ретінде сіздің кейбір айтқан депутаттық сауалдарыңыз көбіне шулы болып келетін бір екеуі бар. Ит бойынша ма? Ит бойынша мысалы мәселе. Сол мәселе қалай шешілді? Оны былай айтқан кезде түбінде қаңғыбас иттерді қалай шешіп күтіп ұстау мәселесі шешілді? Әлі шешілген жоқ. Жақын арада біз осы заңды қарастырамыз. 2 жыл болды, халық сұрап жатыр, бұралқы иттердің көзін құрту керек. Біз тым андай халықаралық деңгейдегі біз жануарларды қорғайтын ұйымбыз деп шулағаннан кейін соған кішкене алданып қалдық. Әңгіме қысқа. Бұралқы қаңғыбас иттерді мемлекеттің есебінен оны 60 күн сақтап, оған ақша жұмсап, ешқандай оны қажеті жоқ. 5 күн күтесіз, қожайын жоқ па, химиялық жолмен өлтіресіз. Ол мақұлық, біріншіден, жануар деген ол мақұлық. Адамның пайдасына жаратылған дүние. Сондықтан да оны аяудың ешқандай қажеті жоқ. Сондықтан да осы заң қазір дайындалып жатыр. Әрине, итті ұстаушы азаматтарында жауапкершілігі күшеюде. Сондықтан да жақын арада осы нормалар қабылданатын болса, түбегейлі шешіледі. Оны иттерді ұстау қызметі пайда болады әкімдіктерде, оны қаржы бөлуге құзыреті пайда болады, және де бұралқы иттермен айналысуға жүйелі түрде негіз болады. Ал енді біз мектеп оқушыларына күндік тамағына бір 900 теңгеден аспай тұрған кезде, бұралқы иттердің жаңағы күтіп бағуына 3000 теңге, 9000 теңге кейбір жерлерде мысалы жұмсағанымыз ол қалай сонда? Баланың өмірі де артық, оның тамағы да артық болу керек біз үшін. Ал енді құр ит керек екен деп, жаңағыдай оларды сақтаудың ешқандай қажеті жоқ. Кастрацияға да көп қаржы бөлінеді ғой. Піштіру ғой. Піштіру де бар ғой енді. Ол ит қазіргі жағдай былай ғой. Итті ұстайды, содан кейін оны стерилизациясын жасайды, содан кейін піштіреді, ол көбеймесін деп, содан кейін қайтадан табиғатқа жібереді. Енді қараңыз, бұл дұрыс жүйе шығар әлем бойынша, бірақ біздің қанша жағдайлар болды, жас балаларға шыға алмайды далаға, мектепке бара алмайды, мысалы жаяу жүре алмайды. Сондықтан да бұл проблеманы шешу керек. Піштіру деген ол жеткіліксіз. Жүреді ғой дейсіз ғой сонда да бәрі. Әрине жүреді. Жоқ, ол сіз піштіргенмен оның тісін қағып алып тастамайсыз ғой иттің. Сондықтан да бұл жерде кішкене қатал болуымыз керек сияқты. Тағы бір шулы мәлімдемелеріңіздің бірі мынау әйел тілінен табады деген. Енді қалай айтсақ екен, бұл енді депутаттарда көп жиі кездеседі бұндай шулы мәлімдемелер. Және былай айтқанда қазіргі заманмен хейт деп айтамыз ғой. Хейт көп кездеседі. Жалпы сіз бұндай нәрселерді қалай қабылдайсыз? Бұл хейт деп айта алмаймын. Мен өз ойымды ашық айттым. Мен жалпы әйел адамға қол көтеруді мен қолдамаймын. Әйел адамға дауыс көтеруді мен қолдамаймын. Бұл тәрбиемен, қанмен келетін нәрсе. Әр ер азамат әйелді сүйеді, себебі оның анасы, қызы, қарындасы. Менің айтып отырғаным сол ұрыспай, ұрмай, соқпай, ұрысып қалған, ажырасудың алдында тұрған отбасындағы жағдайды айттым мен. Сіз ер адам кішкене, біз табиғатымыз бөлек қой, қаншетқанмен. Әйел адамды біз сыйлаймыз, керемет, пір тұтамыз, бірақ ер адамның өзінің функциясы бар. Ол асырау, отбасын асырау. Егер ер адамның қолынан келмей жатса, өзі күні бойы жұмыс істеп, шаршап, шалдығып, үйіне келіп, таза тамақ ішем, балаларым таза отырсын, үйім таза тұрсын деп келген кезде, әйелі онсыз да шаршап тұрған азаматта мен жей берсе мысалы. Кешірім өтем, енді әйелдер ренжімесін, бірақ бүйтпедің, сөйтпедің, ананы қарашы, мына отбасын қарашы, сен албасты осындайсың, сен отырсың деп адамның қанын қайната берсе, ер азамат ажыраспағанда не істейді мысалы? Мен қарабасым, өзімнің проблемам өзімде-ақ болсын, мен мынандай әйелмен тұрғым келмейді. Қанша ер азаматтар содан күйіп отыр. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жерде бір ғана шешім, ер азаматтарды да біз кішкене түсінуіміз керек. Мысалға 608 бап. Ішу дұрыс емес, бірақ тым қатал ғой заң. 7 жылға жаңағы көлік айдау мүмкіндігінен айырады. Мысалға ажырасқан кезде бұрыннан бері төленбеген миллиондаған ақшаны әйел адам еркектің мойнына іліп тастайды. Ол кеше қалтасында ақша жоқ еркек ертең 3 миллионды қайдан тауып береді? Мысалға көрдіңіз бе? Ол жарайды, алимент төлесе де, сенің әкең жаман, сенің әкең мынандай деп кері балаларын әкесіне қарсы қоятын мысалға кейбір әйелдер бар. Жоқ емес па? Бар. Сондықтан ренжімесін әйел адамдар. Бірақ ол кейбір ондай моменттер бар, ондай фактілер. Онымен күресу үшін
біз неке шартын отбасы құрардың алдында міндеттеу керек. Бұл мен жеке пайымым, менің ұстанымым. Себебі екі азамат, қыз бен ұл бір-бірін жақсы көріп тұрған кезде қаралы күн келмей қойсын бастарына, Құдай сақтасын. Бірақ осындай ажырасатын сәтке жетсек, мен бүйтемін, сен сөйтесің деп бір-бірімен келісіп алу керек алдын ала. Және де сот дәл сол шартта қалай айтылды, солай ажыратып беру керек. Жақсы. Ол осы шешім дұрыс деп ойлаймын. Өз басым, енді онымен басқа әріптестер келіспеуі де мүмкін. Әрине әйел адамдардың біз құқықтарын қорғаймыз, оған тиісті заңдарды қабылдадық. Бірақ енді біз екі жақта да кішкене бірдей сүйреуіміз керек қой. Ер азаматтардың да құқы бар мысалға. Бұл осыған дейін мынау отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты заңның алдында көтерілген мәселелер бар. Осының алдында көтерілген мәселе, Ана Салтанат Нүкенованың мәселесі қарастырылып жатты, дәл сол сәтте. Мен әрине әйел адам, қыздың жолы жіңішке деген бар. Қыз бала бүкіл ауыртпалықты көтеретін қыз бала. Себебі бала қызбен қалады, анасымен қалады. Демек мойнында әрине өте ауыр. Әрине төлемей алиментті қинап төлей алса да әдейі қашып жүрген азаматтар бар. Ондайлар да бар бізде. Бірақ мен сізге сұрағыңызға айтып отырмын ғой. Неге сіз өйтіп айттыңыз? Кейде мына әдепті, тып-тыныш өзімен өзі жүрген еркектер де бар. Қолынан келмейді, келмей жатыр. Сол кезде жаңағы тілмен кішкене қоздырып жібереді де, еркектер содан ашуланады. Түсінікті. Келесі сұрағым халықтың арасында біраз талқыланды. Бірақ сол күйі түсініксіз болып қалған секілді. Ол мынандай сұрақ. Енді ауыл шаруашылығында жүрген мамансыз ғой. Неге мемлекет сиыр, жылқы, қойдан қарағанда шошқаға көп ақша бөледі? Ол бір көрінгенде бөлінетін қаражаты басқа шаруашылықтарға қарағанда көп көрінуі мүмкін. Бірақ мен сізге айтайын, біз енді зайырлы мемлекетпіз. Біз исламды толығымен қабылдаған мемлекет емеспіз. Бізде барлық діндер бар. Енді барлыққа дінде жүргендер шошқа шаруашылығын дамытам деп шаруашылық ашады. Елді мекендерді дамытам дейді солай. Содан кейін ішкі нарықта емес, сыртқы нарыққа жұмыс істеймін дейді. Экспортқа шошқа, доңыздың еті харам болса да, біз үшін енді халық жемейді ғой бәрібір. Бірақ басқа кәсіп орындарға, кәсіпкерлерге ол үлкен тіреу. Сонан кейін ол ауыл шаруашылығы сала саясаты ол енді бөліп жармайды ғой, сіз харамды шығарыңыз, сіз харамды шығармаңыз деген сияқты. Ол тек қана жаңағы негізгі мақсаты кәсіпкер елді мекенге қарайласады, жұмыс береді азаматтарға. Егер белгілі бір елді мекендерде шошқаға беріліп жатса, енді онда тұрған ешқандай қателік жоқ деп ойлаймын. Әрине уақыт өте келе ақырын жойылады. Ал енді өз басым қалай ойлаймын? Шошқа шаруашылығының субсидиясын алып тастау керек. Себебі бұл жерде діни көзқарас емес. Шошқа шаруашылығы өсімі ең жоғары шаруашылықтардың бірі. Торай туса да 10-12-сін бірақ туады. Құс шаруашылығы сияқты өсімтал шаруашылық. Сондықтан да шошқа шаруашылығын мемлекеттік қолдаусыз қалдырып, өзімен өзің дамы деп айтуға болады, әбден болады. Онсыз да күн көріп кетеді дейсіз ғой. Онсыз да, бірақ бұл жерде діни аспект болмау керек. Діни аспект болмау керек, себебі біз зайырлы мемлекетпіз, саясат бірдей болу керек бәрінде. Ауыл шаруашылығы маманы ретінде қазір елімізде осы саладағы ең өзекті мәселе не деп ойлайсыз қазір? Қазір мәселе бізде былай, Қазақстан өзінің аграрлық саясатында біз экстенсивті жолды таңдаймыз ба, болмаса интенсивті жолды таңдаймыз ба, осы жағынан әлі де бір толық шешімге келген жоқпыз. Ол қандай бағыттар? Экстенсивті деген сапа керек емес, сан керек. Мысалға сіз малдың бәрін тек санмен ғана өсеміз. Ал енді бізге бордақылауда бір тәулікте 2 килограмм алу керек. Болмаса сүтті біз 12 мың килограммға жылына дейін сүт сау көрсеткішін жеткізуіміз керек деген ол интенсивтік технологиялық жол. Біз әлі де не анда жоқпыз, не мында жоқпыз. Мысалға мен қазір өзім ойлаймын, бізде экстенсивтік жолды таңдау керек. Экстенсивтік деген не? 180 миллион гектар жеріміз бар. Территориямыз Құдайға шүкір үлкен, 9-шы орын аламыз әлемде. Ол бір. Екінші, жайылымдағы шөп ол арзан. Біздің ет те, сүт те арзан болады деген сөз. Жайылымдағы Құдайдың, табиғаттың берген шөбін жебақ мал өседі. Бірақ біз тиісті деңгейде мал ұрлығынан біз сақтай алдық па халықты? Мен сізге айтайын, мал ұрлығынан біз сақтаған жоқпыз. Қаншама оңтүстікте қараңыз. Жылқы жоғалады, анау жоғалады, мынау жоғалады.
қылмыстық істер ашылды ма? Ашылмайды. Демек, жылқы шаруашылығында сіз егер қазір, міне жігіттер, кез келген жерде жылқы бағыңыздар, өсіріңіздер, мемлекет өзінің қарамағына алады. Біреу ұрлап кетсе, біз оны жазалаймыз. Міндетті түрде соңын іздеп, оның ізімен жүріп тауып аламыз. Сіздер уайымдамаңыздар деп егер құқық қорғау органдары айтатын болса, мен сізге айтайын, ертең ақ бір 10 жылдың ішінде жылқы бізде саны өседі деген сөз.